елдегі 30 жылдық сірескен авторитарлық сүрі-мұраның мұрнын бұзып, қыр арқасын қирату жаңа билікке де оңайға түсіп жатпағанын іргеден сезініп жүрміз. Ескілердің ерегескен қарсылығы қаңтардан кейін де дамыл тапты деп айта алмаймыз. Қазыналық бюджеттік астаудан қағылған, халықтық мұраға мұртын батыру дағдысына қайтып оралуды аңсаған, олардың астыртын айқасы әлі де жалғасып жатыр. Бүгінде олар протесттік пиғылдағы қауымдастықты өз қатарына қаратудың жанталасқан қамын жасауда. Әлеуметтік желілерде жалаулатып жүрген жекелеген қоғамдық пікір серкелерінің жаңа Қазақстанға қарай атқан тасы ескілердің есесін күйттейтіні куә болып жүрміз. Жеке дара билікке табыну дерті өн бойына сіңіп кеткен мемлекеттік бюрократиялық аппаратты да созылмалы автократиялық дерттен айырту оңай болмай тұрғаны осы ортаға келген менің де көзім жетті. Бұл дерттің дәрмені аппараттық вертикалды дендеп алған депутаттық сауалдары мен қоғамдық мүдде тұрғысындағы азаматтық талаптарына тиісті жауап ала алмай жүрген әріптестерінің де көзі жетті деп білемін. Протесттік қауым дегенде ең алдымен кез келген өзгеріс өздігінен келмейтінін, реформаның оңайлықпен жасалмайтынын, өкілетті биліктің бір пұшпағында жүрген менің пікірім арқылы қоғамда түйсінуге тырысса деп ойлаймын.